Сәлем достар, әлемде көптеген адамдарды таңғалдырған ерекше қабілетті балалар өте көп. Қазақ елінде де ондай дарынды балалар әлбетте аз емес. Қабыл алыңыз, бүгінгі видеомда сіздердің назарларыңызға Қазақстандағы ең ерекше 5 балалар жайлы айтатын боламын. Видео басталмай жатып лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бала Жамбыл. Қазақ елінде бала Жамбылды танымайтын адам жоқ шығар. Жамбыл Дүйсенов 7 жасында Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабына енгізілген 3 кітап жазған жас ақын. Жамбыл ата-анасы зарығып күткен бала еді. Ол 2 жасында әріп танып, 5 жасында әжесімен анасына өлең жаза бастаған. Жамбыл Алматы қаласындағы Бауыржан Момышұлы атындағы 131 мектеп лицейге қабылданып, алғашқы жылы ақ бірден 2 сыныпты аяқтап, 3 сыныпқа ауысқан. Осылайша ол өлең жазып көптеген байқауларда бас жүлдеге ие болған. Ал халықтың арасында 7 жасына толған уақытта 7 жасар Жамбыл, бала Жамбыл деген атқа ие болады. Көптеген концерттер беріп, халықтың ілтипатына бөленеді. Қазіргі таңда 8 сынып оқу керек болған Жамбыл 11 сыныпта ілім алып жатыр. Исаак Мұстапұлы. Тараз қаласының тумасы Исаак Мұстапұлы бала кезінен ғарышқа қызыққан. Қазіргі кезде 15 жастағы баланы астрофизика саласындағы ғалым деп айтуға болады. Ол қазірдің өзінде энергетикалық мәселелерді шешу үшін үйлесім теориясы деп аталатын жұмысын жасады. Осы еңбегі арқасында ол студенттер арасында инновациялық ұлттық байқаудың арнайы сыйлығын алды. Өкініштісі, ол сыныптастарынан интеллект және де дарынымен ғана ерекшеленбейді. Ол церебралды паралич ауруына шалдыққан. Бірақ анасының арқасында ауруы оның дарынына еш кедергі болмады. Осы жылы Исаактың арманы орындалған болатын. Ол қазан айында өзінің еліктеушісі лондондық физик теорик және де профессор Стивен Хокингпен кездескен болатын. Абзал Мырзаш. 12 жасар Алматы қаласының тумасы Абзал басқа балалардан ерекше. Ол мектепті 12 жасында үздік аттестатпен тәмамдап, ОБТ тапсырған уақытта 140 балдың 117-сін алған. Абзал 6 жасында ақ ерекше қабілетімен көзге түскен. 4 жасында ол оқуды, жазуды, тіпті сандарды көбейтуді білген. Барлық 11 сыныпты Абзал 2.90-да тәмамдап отырып, 12 жасында толық мектепті бітіріп шыққан. Осы жылы күзде Абзал Мырзаш Қазақ-Британ университетінің IT технология мамандығы бойынша грантқа оқуға түсті. Амир Махмет. Амир Махмет жерден серпілу бойынша 5 дүркін Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабына енгізілген. Және де планка ұстау бойынша, бөтелкеде серпілу бойынша әлемдік рекордсмен. Амир Ақмола облысы Қажымұқан атамыздың туған жерінде дүниеге келген. Қазір жасы 11-де. Ең алғаш рекордты Амир 2015 жылы 450 рет жерден серпіліп орнатқан болатын. Осылайша сол жылы 30 секундта 50 рет және Қазақ хандығының 550 жылдығына орай 550 рет, 2006 жылы 1000 рет жерден серпіліп Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабына енгізілген. Сол жылы Ахмет өзінің еліктеушісі Геннадий Головкиннің Доминик Уэйтпен болатын жекпе-жегіне арнап 60 минут бойы планка ұстап әлемдік рекорд орнатқан болатын. Бұл ешкімнің қолынан келе бермейді. Себебі спортшылардың өзі ең көбі 5 минут бойы планка ұстай алады екен. Ал осы жылы Амир Экспо алаңында 3 бөтелкеге 53 рет серпіліп әлемдік рекорд орнатқан болатын. Данэлия Тулешова. Данэлия Тулешова Алматы қаласының тумасы. Ол жастайынан ән айтуға қызыққан. 4 жасынан бастап үйінде караокеде өлең айтуды жақсы көретін болған. Қазіргі кезде жасы 10-да. Алматы қаласындағы Қаныш Сәтпаев атындағы мектеп гимназиясында оқиды. Данэлия жастайынан көптеген ән байқауларына қатысып, жүлделі орындарға ие болған. Ол 2015 жылы Аялаған Астана халықаралық ән байқауында жүлделі 1-ші орынға ие болған. Ал осы жылы украиналық Голос Дети атты байқауында халықтың ілтипатына бөленіп гран-при ұтып алған болатын. Данэлияның тағы да интернет желісінде бірнеше бейнебаяндары бар. Ол болашақта атақты әнші болуды қалайды. Әлбетте Қазақстандағы дарынды балаларды айта беретін болсақ,
олар бұл видеоға сыймай кетеді. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы.